енді жұмысқа тұрып, жақсы ақша тауып бастаған жас маманда көбінесе семьясы үлкен ақшасын алып қояды. Мысалшы, оны біз отбасылық салық дейміз да, отбасыға жіберіп отыратын. Сол кезде көбісі өзінің жаңа табысының 80-90%-ын ата-анасына береді да, өзінің дамуына, күшейтуіне ақша қалдырмай қояды. Осыны қалай, мысалы, сізде болды ма тәжірибеңізде? Ол жерде менде қазір бір курс дайындап отырмын, жеке ақшаны басқару, қаражатты басқару ережелері. Сол ережелердің бірі, ең бірінші ереже, кез келген табыстан ең бірінші салық келешекке бөлу керек. Кез келген ақшан 100 теңге тапсаң да, мысалы 20%-ын жоқ, мынау салық, бұл келешекке деп бөлесің. Инвестиция. 80%-ын кімге берсең де, не істесең де ол бәрібір. Бірақ әрбір табыстан, әрбір теңгеден 20%-ды сақтап қалуың. Сол 20%-ды пайызға сен өз біліктілігіңді көтеруің керек, өз мамандығыңды дамытуың керек, және өз тиімділігіңді дамыту керек, немесе инвестиция жасауың керек. Әйтеуір сол тек қана өз-өзіңді дамытуға жұмсайтын қор болу керек та. Өйткені оны бірінші орынға қоймасаң, ақша ешқашан жетпейді. Көбеймейді. Мен байқағаным мынандайда, егер адам өзінің адамның мінезі солай, қанша ақша бар, сол ақшамен өмір сүре береді. Мысалы, 100 мың теңге бар ма, 100 мың теңгемен сүре береді. 50 мың бола ма, 50 мың теңгеге де бейімделеді. 10 мың теңгеге де бейімделеді. Миллион теңге болса да бәрібір жетпейді кейде. 10 миллион да жетпейді, мысалы. Сол сияқты адам деген сондай құбылмалы, кез келген ортаға бейімделеді. Сондықтан кез келген ақшадан 20%-ды бөліп, мынау менің дамуыма қалғанын жұмсаймын деп нетсеңіздер, әрине ол өзінің нәтижесін береді. Сондықтан мына әке-шеше, отбасы болсын, бәрібір оларға да, мысалы, олар да адам ғой, пенде ғой. Қанша ақша берсең де оларға жеткілікті болмайды. Жеткілікті болмайды. Сондықтан ал енді сен мысалы, сен өз-өзіңді биологиялық машина ретінде санашы, биологиялық ақша табу машинасы деп өз-өзіңді есептеші. Сонда сен былай істейсің, мына 20%-ды мына машинаны одан сайын тиімді қылып мен өсіруім үшін, мына өз отбасым үшін. Кем амортизациясы. Мына 20%-ды мен осы салық ретінде бірінші ұстап қалып отырмын да, қалған ақшаны беремін, 20%-ды мен тек қана өзімді дамытамын. Ол эгоистикалық тұрғыда емес. Мен логикалық тұрғыда. Өз-өзімдік деген емес ол. Егер сен сол 20%-ды өзіңнің бармана интернет-клубқа барып ойын ойнасаң, онда ол эгоизм деген сөз. Егер сен өзінің қабілетіңді, ақша табу қабілетіңді одан сайын арттырсаң, онда ол эгоистикалық нәрсе емес, ол сен отбасың үшін істеп отқан инвестицияң.